Мгм. Так, саламатсыз ба? Есіміңіз Амангелді, иә? М? Аха. Өзіңіз туралы қысқаша айтып кетсеңіз. Бір жылдан астам ба дата аналитикта жұмыс істеп жүрмін. Мгм. Не деймін енді? Тоз айтып отқан сияқты, не деймін деп. Бақытты болсын 2 жас. Қандай мамандық бітірдіңіз, қалай келдіңіз дата аналитикаға, сол жолыңызды қысқаша айтып кетсеңіз, опыт работы. Негізі мектеп кезінен IT саласында жүргіміз келеді. Кішкене басында болмады да, сосын араға міне 10 жыл салып па, Мгм. курстарды өтіп Қандай келген курс жайымыз бар. бітірдіңіз? Негізі аудитор болған Аха. дата аналитиканың. Мгм. Соған біріншіден негізі өзіміз айналысып отырып, өзіміз іздеп отырып, кейіннен кішкене болмағаннан кейін кішкене былай техникалық жағынан түсіндік та, мындай понятиясы жағынан қиын болды да. Мгм. Қазір айтады ғой, мысалға грейд жайында, иә, жуниорды мысалға жай задачаны істейді да, мысалға сеньор глобальный план құрастырады деп. Сол сияқты басында план болған жоқ та, басында өзіміз үйренген кезде. Мысалға Power BI, SQL дегендер нәрселерді өзіміз өтіп алдық, мысалы өзім өтіп алдым тегін курстардан. Ары қарай кішкене түсінік болмағандықтан, кішкене түсінік жағын көбейту үшін жаңағы курс алуға тура келді негізі. Хорошо. Аха, дұрыс, иә. Давайте енді в целом біздің собес қалай болады? Мок собес негізі көп жерлерде солай дата аналитиктің должностына бірінші статистикадан бастайды. Барлығы бірінші статистический 4 блоктан тұрады. Статистика, SQL, Python, осы 3 блоктан теория вопростар болады да, енді BI ол просто жаңағыдай опытыңызға қарай ғой. Енді бірінші сұрақ, статистикадан меры центральной тенденции дегеніміз не, және қандай мераларды білесіз? Так, мера центральной тенденции. Бір сұрақ болып. Қазір егер мен шатаспасам, ол среднее значение, медиана. Иә. Болу керек. Сосын үшіншісі бар, иә? Үшіншісі қазір модан болатын сурет деп қояды дейді, көп қолданылмайтын. Мода, иә, моданы просто көбіміз қолданбаймыз да. Иә, дұрыс айтасыз. Аха. Енді көп қолданылатын негізінен медиана мен средний значение. Медиана мен средний значениенің қандай айырмашылығы бар? Оның мысалға бар ғой, қазіргі жалақыдан күшті көруге болады. Мысалға статистика бойынша айтады ғой, Қазақстанда мысалға өткен жылы қанша деді, орташа жалақы 400 бірдеңе деді, иә? Сосын бүкіл халық көтерілді айтты, неге 400 бізді алмаймыз деп. Яғни ол рубрика бойынша, егер выброс болса, outliers, ол жаңағы средний, сол жаққа қарай үгіте береді. Бұл медианаға қараған жақсы болды. Медиана деген жаңағы қатарды упорядочить етіп, соның жар ортасынан санды алу болады, иә? Бұл мәселе бойынша тағы бір жайт айта кететін, егер жаңағы средний орташа мен медиана бірдей болса, яғни онда біздің выборкамыз нормальный деп айтуға болады. Егер бірақ средний мысалы көп болып тұрса, медианадан қарағанда, яғни онда біздің выборкамыз да жаңағы аутлайерстар көп. Дұрыс, аутлайерс, иә? Аутлайерс дегеніміз не? Выброс қой, жаңағы көпшіліктен айырмашылық бөліп тұратын. Иә, аномальное значение, иә? Аномальное значение, иә. Хорошо. Енді осы выбростардағы келген екенбіз, выброс туралы бір айтайық. Қандай выбростардан құтылатын жолдар білесіз? Так, оны вообще ұқсауға болады, негізі. Бірақ ол ертең сосын данныйлардың дұрыс интерпретациясында мүмкін несін тигізеді, иә? Мүмкін ол выброс шын выброс шығар. Типа, білмейміз ғой. Ол мүмкін шынымен ошибка ма, аномальный значение ма, әлде шынымен сол кезде прям пик продаж болды ма екен. Алып тастасақ, тоже дұрыс емес, иә? Просто так алып тастауға. Иә. Просто кейде бізде болады да, көреміз да, мысалға жұмысшылардың бабында аномальный значение екен. Сразу мысалға дубль тексереміз. Көбінесе біз дубльға байланысты болады да, дубль алып тастағаннан кейін бүкіл кетеді.
Аха. Былай нақты сіздің сұрағыңызға жауапты есіме түспей тұр ау. Хорошо. Выборстардан неше түрлі қолданатын выборстарды алып арналған неше түрлі способтар бар. Солардың бірі жаңағы правило 3 сигм деген сияқты, соларды тоже, если что, артынан қарасаңыз болады. Келесі сұраққа көшейік. Выборстарда енді выборстар туралы айттық. Енді давайте жаңағы корреляция дегенді білесіз ба? Корреляция деген не? Корреляция деген ол зависимость қой. Яғни бір санның екінші санға қалай жаңағы зависимость болуы. Яғни зависимость бар ма, әлде жоқ па? Мысалға, егер e-commerce салсақ, жаңағы біз реклама бірдеңе жібердік, ол жаңағы реклама қалай болды? Мысалға айтайық, мысалы газетамен жібердік рекламаны, радиомен жібердік, теледидармен жібердік. Сол үш канал бойынша қайсының корреляциясы бар, қайсының корреляциясы жоқ екенін жаңағы бір сызықпен бола ма, әлде жоқ екенін соны қарайды да? Иә, біздің таргет значениеге, продажаға қайсысы влияет, иә? Хорошо. Соған байланысты жаңағы сосын не істеуге болады, прогноз істеуге болады. Иә, хорошо. Ошибка первого, второго рода. Так, жұмыста біз онда қазір кесе алмаймыз, қазір кішкене ескестірейік бұл нәрсені. Ол АБ-тест жаңағы жалпы АБ-тест жасап көргенсіз бе? Жоқ, бізде жұмыста ішінде АБ-тест кішкене жақын емес та. P-value дегеніміз не? Иә, теория ретінде білеміз. Ол былай ғой, ошибка первого рода деген жаңағы АБ-тест жасағаннан кейін P-value-ға егер мысалға айтады, бұл незначительный дейді да, на самом деле значительный болған нәрсесі ма, сондай бірдеңесі екеуі қазір дұрыс айтуым. Ал P-value дегеніміз не? P-value деген жаңағы біздің неміз вероятность қойып қоямыз қанша екенін. Погрешность ма, сонымен тексереміз. Егер соның ішінде кірді ме, кірген жоқ па деп. Теориясын ішінде ұмытып, уже былай логикасын білемін, кішкене былай қапарып кішкене қарап көру керек, соның жаңағы біреуі, яғни жаңағы біреу бойынша айтамыз, яғни нақты мына жерде бар дейміз да, жаңағы неміз тестіміз өтті дейміз да, бірақ ол өтпеуі мүмкін. Бірінші, екінші ошибка второго рода деген ол жаңағы наоборот, біз жаңағы нені көреміз, какой-то всплеск наоборот көрмейміз, ол на самом деле бар деген сөз. Дұрыс, аха. Деген қызық жеткіздім ол. Примерно дұрыс, иә. Енді жаңағы доверительный интервал дегенді естігенсіз бе? Доверительный интервалды естідік, сол АБ-тестқа байланысты ғой ол. Қазір кетсіріп. Ол жаңағы біздің шыққан тестіміздің сол доверительный интервалға кіре ме кірмей ме соған байланысты ғой. Оған сенеміз бе, сенбейміз бе деген. Так, АБ-тест жұмысқа кішкене көптен бері қолданбағаннан кейін ұмытып қалыпты кішкене. Егер, если скипаем десеңіз, пропускать етіп келесі сұрақ. Давайте скипаем, я кішкене, что уже ұмытып қалыпты кішкене. Онда давайте SQL-ге көшейік, екінші блок. SQL жақсы білесіз, SQL-ді, жұмыста кішкене қолданамыз. Хорошо. Where мен havingтің разницасы? Where ол жаңағы группайға шейін қиып жаңағы фильтрацияны. Having деген уже группай деп группайлықтан кейін, сосын уже содан кейінгі фильтрация. Иә, до группай или после группай, иә? Хорошо. Енді SQL запростардың жалпы орындалу порядығын айтып берсеңіз. Ең бірінші жаңағы неден бастап орындайды? Бірінші from-нан бастайды. Келесі сосын where болу керек. Сосын группай. Having. Ең ақырында select болу керек. Хорошо. Осы жерде, егер join болса, ол қай жерде орындалады? Ол from-да орындалады. From-нан кейін, иә? Иә, from-нан кейін. Ал группай болса? Группай, жаңағы from-нан неден кейін, where-ден кейін. Where-ден кейін, дұрыс, Хорошо. И в конце select, и қалғандары уже order by болса егер. Order by қалып қойды, иә. Ең ақырында order by. Ең соңында, иә? Дұрыс. Ең соңында. Дұрыс айтасыз. Енді қандай оконный функциялар білесіз? Оконный функция қолданғансыз ба? Window function.
иә, оконный функцияның орнына негізі статьяны қолданған маған ыңғайлы өзіме. Иә, көбісі қашады оконныйдан. Оконный функция иә select'ның ішінде орындауға болады, fromның ішінде орындауға болады. Бірақ жұмыс бабында кездескеннен методте бір скриптті қарағанда, вот именно сол оконный функциямен тұрғаннан кейін несі көп болатын орындалуы. 10 минутта емес, вот пакетті қарап кеткенбіз 10 минут скрипт. Сосын оны статьямен переписали. Уже әлдеқайда бір секундтар ішінде ғана істейтін болды. Иә, кейбір жерлерде көтере алмай қалады оконный функцияда. Иә. Қандай оконный функцияның түрлерін білесіз? Үш негізі үш топқа бөлінеді оконный функциялар. Түрлері бар мен что-то есімде жоқ, может айтсаңыз есте қалар, что былай қазір, дәл қазір. Ранжирование деген сияқты, агрегатный. Сіз қазір не айтып тұрсыз ба? Row number дегенді ранг дегендерді ме? Иә, ол ранжированиеге кіреді, то есть общий үш түрі бар, үш топқа бөлінеді. Агрегатные оконные функции, ранжирование және смещение деп. Ол жақты ішкенен нетпейді екен. Row number мен рангты істейтінбіз өзіміз, бірақ былай не екенін. Жалпы енді сабестерде көбінесе оконный функцияны SQL-ден, егер де сіз андай бір middle seniorға баратын болсаңыз, обязательно сұрайды, прям досконально кейстермен кәдімгідей экранға таблицаны көрсетіп қояды да, вот мына жерге оконный функцияны жазып бермаған, именно оконныймен шешу керек деп прям сөйтіп тұрып сұрайды көп задачаларда, ше. Немен емес, иә? Еще именно осы үш түрін көбінесе сұрайды, қандай үш түрі бар деп. И сосын жаңағы нені сұрайды, жаңағы row number менен рангтың разницасын көбінесе сұрайды, или там ранг менен dense рангтың разницасы қандай деген сияқты бір-біріменен разницаларын сұрайды. Даже если практикада қолданбасаңыз да, иә, негізі практикада даже қолданбасаңыз да, былай просто теория жүзінде білсеңіз де, оның өзі жеткілікті. Негізі көп сабестерде жай ғана ауызша сұрай салады. Енді питоннан аздап білем дедіңіз, иә? Питонды жаңағыдай ғой, жаңағы статистика бойынша жаңағы жұмыста дұрыс қолданбағаннан кейін ешкімне. Хорошо. Ал Pandas-та жаңа сіз айттыңыз ғой, дубликаттарға сразу бірінші очередь тексереміз деп. Pandas-та дубликаттарды қалай тексереміз и пустые значенияны қалай удалить етеміз? Так. Функцияларын атын айтсаңыз. Бірінші пустые значение удалить үшін дропна болу керек. Дұрыс, Ал дубликаторды қарау үшін дубликат деген сөйге болады ғой, есімде дұрыс болса. Дубликат df.duplicate деген сияқты. Иә, хорошо, дұрыс, иә. Ал енді сізде, например, сіздің выборкаңызда өте көп пустой значениелер бар деп ойлайық. Ол пустой значениелерді не істейсіз, қалай обрабатывать етесіз? Барлығын удалить тастайтын болсаңыз, сіздің половина данных потеряете. Қалай удалить етесіз? Например, сізде, например, бір неше түрлі строка тұр, 10 строка и миллион строка 10 столбец деп ойлайық. Соның бір столбеціңіздің почти половинасы пустой болып тұр. Не істейсіз? Қалай дропна жасайсыз? Мысалға, в целом не істейсіз сол пустойлармен? Предыдущий значениені қоюға болады да, сіздің заполнениемен. Иә. Филнамен. Иә. Немесе егер кейбір жерде біліп тұрсақ, 0 деп қойып салуға болады. Тағы қандай нәрсе болады? Я енді или анамен заполнить, или 0 қойып тастайды, немесе удалить ету білмеймін. Модамен, медианамен заполнить етеді, кейбір кезде средний значениемен заполнить етіп сайды. Иә, солай неше түрлі өзінің способтары бар, сол именно пропущенный значениемен қалай жұмыс істеу керектігі, иә? Но в целом дұрыс айттыңыз, иә. Енді келесі сұрақ, давайте енді жаңағыдай больше неге барайық. Кейстарды сұрайын, бір кейс айтсақ мысалы. Сізге бір дэшбордты көрсетеді и айтады, что вот конверсия 20%-ке түсті деп айтады жұмыста. Конверсия жұмыста 20%-ке упала дейді, бизнес келетті, ойбай деп анаяқта бәрі не болыватыр, конверсия дейді, төмен түсіп кетіпті дейді. Енді сіз сонымен қалай жұмыс жасайсыз? Қалай сізге копать ету керек? Примерно қандай бір нелерді айтып бересіз ба? Признактарды, қай топ признактар қайсына именно, қай жаққа именно копать етесіз? Не нәрсені тексересіз? Метрикалар тұрсыз дұрыс па? Ау? Метрикалар сұрап отырсыз ба? Иә. Так. Конверсия түсі дейсіз. Соңғы 2 аптада сөйтіп
осылай вот выручкамыз конверсиямыз түсіпті дейді. DAO мен MAO-ны қарау керек болатын шығар. Аха. Сосын, может, LTV может қарап көруге болады. Так, а нақты конверсия түскен. Яғни еще сол DAO или MAO типа қанша адам келді күніне. Аха. Хорошо. Осыларды бірінші, например, қарап шығасыз. Енді давайте осы DAO, MAO менен LTV деп үш нені айттыңыз, иә? Үш признакты. Осылардың үшеуіне анықтама беріп кетсеңіз. DAO мен MAO деген дневной показатель, месячный показатель, қанша адам келді деген. Иә. LTV деген ол жаңағы жизненный цикл. Иә. Клиенттің. Аха. Иә. Біздің недегі қанша уақыт өмір сүріп жатқаны, иә? Хорошо. Енді... Жарып қарауға болады не еще? Иә. Average. Иә. Қанша қатысқан. Хорошо, иә. Енді ары қарай қараңыз. Егер де сізге, допустим, сізге вот жаңағыдай таблицаны береді. Заказдардың таблицасын береді де. Содан кейін сол жерге там айтады, SQL запрос жаз дейді. Сізде именно динамика выручки по дням за 4 недели. Соны шығару керек. Соңғы 4 аптадағы динамика выручкиді шығаруыңыз керек. SQL арқылы. Сізде таблица заказов бар, жаңағыдай тағы да не бар. Керек таблицаларыңыз тұр. Примерно SQL-дің логикасын айтып берсеңіз. SQL запросын. Соңғы 4 аптадағы шығару. Ақырғы 4 ненің, иә? Динамика по дням. Иә. Динамика по дням. Так, қараңыз. Жаңағы выручканы аламыз. Егер бір таблицада болса, каждый күннің записі или каждый транзакцияның записі болса, мысалға, сол таблицадан, так, бірінші біз where-мен қипсаймыз жаңағы 4 аптаны. Иә, фильтровать етеміз. Подать, или білмеймін, тақылай уақыт керек болса уақытпен, уақытта жауапсап, конвертировать етіп. Условно, суммен шарсалауға болады. Иә, группировка қайне бойынша болады, столбец бойынша болады? Группай, можно подать. Подать по дням, иә? Дейт парпенен именно день шығарып алу керек, иә? Да, бізде каждый күннің несі болады, выручкасы болады. Дұрыс, иә, жақсы. Жалпы, негізі нормально жауап беріп жатсыз, біраз білесіз екен, көрініп тұр дата-аналитик екеніңіз. Только получается жаңағы статистикадан сәл ғана подтянуть ету керек, и жаңағы оконный функцияны білсеңіз, содан кейін питонды тоже кішкене подкачивать ету керек сияқты. Питоннан енді дальше примерно енді, мысалы собестерде көп жерде кейбіреулер тек қана кейс береді, кейбіреулер прям осылай Python SQL-ді полностью сізден прям тех задание беріп сұрайды, экранда лайв кодинг жасатқызып. Соларға көбінесе дайын болу керек. Мен өзім негізі тура осы мен сізге қазір қойған сұрақтарды менен Колеса компаниясы, InDriver компаниясы солардың собестерін өткен кезде олардың барлығы тура осы сұрақтарды қойған болатын. Мен қазір соларды сізге дубликат қылып қойып жатырмын. Сондықтан ауышылып келді осылай или былай код жазып бересіз? Жаңағы за последние 4 недели дегенге код жазған болатымын. Қалғандар ауызша болды. И сосын жаңағы пропуск, жаңағы айттым ғой сізге пропуск қалай болады деп, қалай толтырамыз деп. Сол пропускты маған array бойынша көрсетті. Array бойынша мынандай нелер бар деп. Допустим, бір array болады, үлкен array, оның ішінде неше түрлі көп arraylер бар, которые 5 элементтен тұратын. 5 элементтен тұратын arraylерді, и ол 5 элемент ішінде картинканы, бір картинканы көрді да, көрдің ба, көрмедің ба, соны айтасың, true или false пенен заполнена. Әркімнің ответтерін. И соны алады да, арасында пустой значениелер бар. И соны айтты, типа, вот осы пустой значениелерді қалай толтырамыз дейді. И сосын сіз бірінші осылай тоже ответ айтамыз, мынандай нәрселермен, медианамен, модамен можно деп, или там предыдущий немен деп, сосын алады да, айтады, полностью маған питонда функциясын жазып бер дейді лайфкодингпен. Функция, которая принимает array и в конце дает заполненный уже пропущенный значениелерді толтырылған array шығарып береді. Сондай функция полностью прям жазып беру керек болды, лайфкодинг. Ол қандай позицияға? Grade? Senior.
Синьорға уже? иә, синьор ғой, синьор аналитик разработчик деп оның бәрін Аналитик разработчик типа дата инженер сияқты ғой ше? типа да, оларда сондай бір позиция болды. Бұл колесанікі болды. Колесаға сондай болды. Сол жерде прям на собесте осы сұрақ болды. Сосын жаңағы пивалю, как всегда, жаңағы ошибка первого второго рода, вот осы сұрақтардың барлығы болды. Тура осылай өтті, и все, артық ештеңе болған жоқ. Сондықтан и оконный функцияды бірақ кодпен жазу керек болды. Жаңа SQL-ден 3 задача болды. 3 задачаның біреуі жаңағы последние 4 недели болса, екінші задачасы, екінші мен үшінші задачасы екеуі де оконный функцияны қолдану керек болды. Қолданып жазу керек. Вот, сондықтан в целом осы жай қатты ұзаққа созбай ақ қояйық. Жалпы жақсы өтті. Рахмет сізге собеседованиеге бірінші адам болып жазылдыңыз. Иә, вообще ешкім бәрі қойшы позор болмаймыз деп салсаңыз ютубқа онда болмайды деп көбісі келіспеген. Қашы жүргеннен кейін қолдап кетейін деп. Рахмет үлкен сізге. Все, удачи сізге. Ары қарай біліміңізді сізде толықтыра беріңіз. Ары қарай күшті позицияларда жұмыстан көрісейік бұйыртса. Хорошо? Рахмет. Сау болыңыз. Все. Спасибо.